이거 와들 이거 배라. 돈을 почем дейді. Братан, хитерица деген дана келмей жатыр ғой короче. Не дегенде? Хитерица деген. Мен міне. Амалсың дейсіз. 10.000 теңге ақшалай сыйақымыз бар. Ан мопедті ұтып алу үшін гараждағы әңгіме, кішігірім Мәуленің гаражындамыз. Қазалықтар болса білет оны. Рельстің жағасында, жиегінде орналасқан Киви маркеттің қасында жаңадан ашылған май ауыстыру орталық. Сосын жаңағы разгон деймі, не дейді? Разбал бар, енді біраз нәрсе бар. Мопедтің ішінде отқан жігітпен таныстырайын да, Джо лақабатымен ауылға белгілі рыбак. Бізде не бар мына басқа ара жақта? Платина бар. Платинаның астынан, прикинь, неше метр ана платинаның биіктігі судың? 9-10 метрдей бар. Сон 9-10 метрдің астына сүңгіп, қорғасын жинайтын жалғыз жігіт осы. Шын қорғасын. Жаңа ғана судың астынан шыққан. Шын. Жо, енді ана үстіне не істеп отырсың сен? Біз үшеуміз столда отырық, сен не істеп отырсың? Бұл Басқарайға дейін деп отыр едім шеше. бұл менің конкретно қорғасын жинап, сатып, содан жиналған мопедім менің. Өтірік етеді. Аты Ласточка. Ласточка дейді. Короче, мынау біз бірден айтайын, біздің мынау түсіріп отқан видеодан бір андай мәдениетті, сосын жаңағы қазақи әдеби тілмен сөздер күтпеңдер. Бұл кәдімгі көшедегі әңгіме ғой. Көбісі біздің үйдегі мамалар, сендердің келіншектерің бар ғой айтпақшы, Асан, иә? Бар ғой. Негізі гаражда айтылады да сол жерде қалады. Иә, сол ғой, күнде кешсін балдар жиналып алып не істейсіңдер дейді бізге. Аша шегеміз. Ондай бірсе. Дұрыс қой факт. Бәсе, дайындайын ба дейді. Неге дайындайсың? Құдай сақтасын, мен педагогпын, ондай әңгіме айтпаңдар, ондай болмайды. В общем, Джо, еламан. Танысып қойыңдар, Джо. Аналар рейсіңді жай жеп отыр, ма? Бұл айтпақ сосын стример. Бадар жеп отырыңдар. Одан кейін Асан Алматтан келіп отыр, арнайлап. Өзі композитор, қазір біраз андай рилс форматында киноларды жағып жүр Асан. Осындай кезде айтсам. Сосын ана хит әндері бар оның. Немерем дейтін әні бар. Немерем дейтін, иә? Шүмән апа айтатын. Шүмән, соның авторы осы Асан деген жігіт. Өзі айтпайды. Одан кейін отырған біздің Батыр. Батыр ол легенда кәдімгідей. Жайдарманнан біраз жерді аралап тастаған, кейін бірақ профессиясын ауыстырып, қазіргі таңда белгілі шеф болып отыр. Батыр. Ас болсын. Біздің енді бүгін біз ешқандай тема талқыламаймыз. Джо, саған айтып жатырмын. Иә. Даусын шамал қат шығарып отыр, ешқандай тема талқыламаймыз, көке. Бастан өткен қызықты историялар болады, қызықты әңгімелер. Бір сондай айтып. Соғыс бітті ғой. Бәрімізде де тұра тұр енді. Сендер бір тұға бермейші бір еколда. Жағаны дұрыстап қойық. Сондай әңгімелерді айтып, бір қызықты, бір күлкілі, позитивпен отырайық. Егер бұл формат қазір түсіреміз, пробный нұсқа ұнап жатса, алдағы уақытта жалғастырамыз, дұрыс па? Иншалла. Ан мопедті ұтып алу үшін Мәуленнің гаражына келесіңдер, машиналардың майын ауыстырасыңдар. Сол май ауыстырғандардың арасынан бір адамға сыйлық. Джо. Рахмет. Мәше бар ма сенде? Мәшінем екі аяғым, құдай бар. Қатын звондады. Алу жаным, клеймерден. Еще сенің өлеңің ғой. Құдамады көрейік. Кім дейді? Сенің өлеңің. Кете бер. Осылай, келіншектер звондап жатсаңдар, біз күнде кешісі өсіп отырамыз. Давай, қызықты история бірінші мен бастайын, иә? Қыз жол жүйіш келеді. Бір түсіндіріп беру мақсатында ғой. Бізде мынау футболдан, қызық футболдан неше түрлі турнирі болады.
жақында осы жазда хан кап дейтін турнир өтті. Хан Ерболат деген жігіт, мынау Құлсарының жігіті. Сол баласының аты Хан, соның атынан турнир береді біздің Қызылордаға. Призовой 10 миллион. Сонымен Ерболатыма хабарласып, Дастан, давай сондай бір ерекше күшті форматта істейік. Соған бір подкаст жасайық, алдын ала осылайына отырып. Көрермендерге кеңінен ақпарат берейік, ол жерде қандай қызықты оқиғалар болады деп, солмен ол Құлсардан Қызылордаға келді. Мен Қазалдан Қызылордаға бардым. Қызылордада Евразия спорт кешенінде бас қостық. Содан түсірілім басталды ғой. Мен енді жаңағыда камераға анаған қарап отыратын адам жоқ. Еділ деген жігіт өтті, Ерболат өтті, мен өттім, Абзал өттік. Камераны андай қостық, сонымен бас жібердік. Отырып аламызда әңгімені жібереміз ғой енді. Ой, хан кап дейтін андай болады, мындай болады. Арада бір 40 минут па өтіп кетеді ғой. 40 минут. Сөйтті да бір жігіт келді, ана жақтан. Өтіп барады да, сендер видео түсіріп жатсыңдар ма деді. Я дегенмін ғой. Кетейін мынау түсіріп жатқан жоқ қой, память заполнение деп тұр дейді ғой. Сомен ана айтқан 40 минут әңгімеміз далаға кетті ғой, общем. Бүгінде далаға кетіп жатқан жоқ қой. Енді не істейміз сонымен? Қайт түсірейік десек, желание жоқ. Қайт түсірмейік десек, тағы болмайды. Амал жоқ, сонымен екі бөліп тағы да түсіріп, сонымен подкастты шығардық. Оның қаралымы бәрі жақсы кетті. Қалай, Джон, ұнады ма әңгіме? Өте керемет. Басқарада бір болған оқиғалардан әкетсей бір. Одан бұрын шет-шетінен бастайық та, Батыр. Өзің бір басташы. Ана басқара демекші, алдында басқараға бардым ғой. Кейде өзім бәрі жұмыстан шаршаған кезде андай тамақтар кейде газен салам тамақта ғой. Кейде тамақтар мынандай дұрыс болмай кетеді, адамсың ғой, пендесің ғой. Сол кезде далалыққа шығып, қармақ аулап, балық аулаймын, сонда айтқан жаңа басқара жаққа қарай барсам, бір кісілер жаңағыдай әңгіме қылып отыр да енді. Ол осы ауылда болған оқиға, короче. Бір кісі басқарадан үлкен бір балық аулайды, короче. Дәу сазан, айналасын бәрі қаратады, короче, бәрі қарап отырады. Бүйтіп ана балықты алып, бүйтіп жоға қарай көтеріліп жатқан кезде, ошым қолынан балық түседі ғой, андай биік қой. Түсіп жатады, қуып жатады, уже ала алмайтын уверенно болғаннан кейін балықты бірден сөйтіп жанымда алды, неге тептің десе, арық екен деп айтады. Мен сияқты балық болып тұр ғой, амар. Асан мен естіген кезде қатты өтті маған. Ондай ситуациялар болды ма, Рыба? Көп болды ондай жағдай. Сен ең үлкен көбінесе суда жүрмейсің. Бұл общениеде болған сияқты ғой. Бір күні Батыр бар, мен, Мико деген досымыз бар да. Кім? Мико. Ербек, Айманов деген. Өзіміздің Мико, сонымен Шымкентке жарысқа бардық, КВН-нен Қазалстан деген командамыз ол кезде. Бәріміз осы Қазалдан Алматыға арман болып кеттік қой. Өнер жолы, артынан донер жолына кетті деген сияқты. Сөйтіп бір Шымкентке Жетісайға бардық, Жетісайда ойын болатын болды. Қазақ түркі тілдес КВН лигасының. Қателеспесем, миллион ойнайды, миллион командасы. Өзі әжей орамаз ойнайды. Енді біраз қазіргі жайдарманға шығып жүрген командалар бар. Солардың әйтеуір қатарына ілігіп бізде ойынға келдік Жетісайға. Спонсорымыз бар ол кезде. Сонымен сахна басталайын деп жатыр. Біз хабарлап не қылып жатыр. Бір кезде Батыр сәл сахнаның алдында бір кішкене тілді, жақты қыздырып, андай бір тартып қойып, бір кішкене, одан кейін тыңдата алмайсың ғой Батырдан. Ол кезде енді өнер болады ғой. Батыр жоқ. Ал іздеші. Батыр сен қақта Батыр. Командамен целый іздеп жүрік. Қазір уже премьер хабарлайын деп тұр. Уже соңғы команда шығайын деп жатыр. Одан кейін біз Қазақстан командасы қарабет қайтпасақ екен деп жатыр ғой. Батыр жоқ, исчез, пропал вообще шақта. Сонымен не істейтінімізді білмедік. Іздеп жатырмық қой енді сахнаның артында, сыртқа шығып келеміз, гримерка қаяқ бар өзі. Қандай тесік бар. Шыбырлаған адам бәрінен сұрап жатырмық қой шеше. Андай бала көрдің бе? Тесіктен Батыр іздеп жүрсіңдер ғой. В общем, таппай жатырмық Батырдан. Сөйтсе ана оның алдында бір драма болып кеткен ғой енді. Жарыстың алдында ше. Табыт жатыр ше. Сахнаның артында.
сөйтіп барды да микро ашып қойды. Батыр ұйқым бер табыттың ішінде ше шош кірген бір күміс қолтық бір жерде ұйықтап қалса нормально ғой, ана табыттың ішінде ұйықтап отқан жаман екен. Ондай адамды оятқан да жаман екен ғой. еще тұрып келатса біреу қарайды басқақты жер таппадың ба? Сасқанымыздан батыр орнына барып жатсайды біз ғой. Сонымен бұны тұрғызып алып үсті басын қағып шаң оны қағып әйтеуір немді айтты сахнаға алып шықтық. Жалпы менде жас кезінде менде хулиганның бірі болдым. Қазір жаман болса да бетіміз бермей қарадым. Сонау жас кезінде жаман бір Даусың шығарып айтса шама. кәдімгі сөйлей берші. Қорқпай ұрмайды ешкім. абзал берем. Автобус демекші, мен сендерге бір қызық бір историямды айтып берейін. Енді адам қарсылық ақшадан көргеннен кейін сол тиынның 20 тиынның өзі кәдімгі біраз ақшадай болып көрінеді көзіңе. Бір күндері проезден проезд, 4 проезд жүріп Алматыда болды қожа. Әрі адамның басынан небір жағдайлар өтеді ғой мысалы. Сол бір күні тиындарым жетпей қалды ғой. Амал жоқ әйтеуір. Мүзәбірленіп, цыганға айналдырып алып жүрмін. Жүресің айтыр, аға көмектесін жүрші, мысалы мынадай болып қалдық деп. Кондукторға жағдай айтасың. Біреу көреді, біреу түсінбейді. Сол бір күні автобустың шет жағына барып тұрсам, көзім түсіп кетті сразу. Инвалидтерге тегін деп. Ой сол жерде келеді, ашадан тоқпаламен ойнамайды деген сөз бар ғой. Не істеймін, арзанға тұрып бала тұр. Бизнесші мен, шет жағында тұрмын. Сан енді қандай вариантта жүр. Көргеннен кейін ана былайынан шықтым, амал жоқ. Құдай өзіге жүрсін. Ит құлса бірақ төрт аяқты қожайын түсің ғой. Құдайның өзіге жүрсін, адам басын салып. Водительді сөйтіп шығып жатса ма? Короче, енді поварды таныстырып жатсың ғой, өзім кухнядан жіберейін. Алматыда бір осыдан қателеспесем біраз уақыт болды енді. Енді донердің хит болып жатқан кезі. Донерге жұмысқа тұру керек болды, ауылдан келдім бе, стройға қадай береді, андай ақшасын бермей қалады. Bir жерге донерге кірдім, короче. Дұрыстап тағып сені. Сен тағып бердің ғой. Ән бермейміз, кеттік. Дальше жалғастырайық. Техникалық ақау мұндай болып барады. Bir жерге донерге жұмысқа кірдім, короче. Орысша вообще білмеймін. Қазір өлмейсің ғой. Қазір өлмеймін. Сөйтем да бір кезде мен айттым, бля, донерді өлтіріп істедім, бірақ ше, бастыққа ұнады істеген. Сөйтті, бля, донерің жақсы екен, бәрі мақтап жатыр. Просто не болып жатыр дейді, мен орысша білмеймін, клиенттермен сөйлесе алмаятын деймін. Онда сенің қасыңа бір помощник алып береміз деп, короче. И клиенттермен сөйлеседі, и саған түсіндіреді, переводчик ортада, и картошкаңды ашып береді. Жұмысшыға жұмыс тауып беріп жатыр ғой. Картошкаңды ашып береді дейді, фри ғой енді арасына көп кетеді. Давай дедім, короче. Мен жұмысым жеңілдетіп жатыр, короче. Сауда жақсы болған сайын. Бля, бір күн андай біз грубиміз ғой жаңағы. Анау сияқтың бір талдықорған бір жақтың қызы, короче. Сөйтіп жұмыстың арасында бірдеңені дұрыс істемейді, айқайлай жіберемін ғой. Сөйтсем байқамай шешеден кетіп қойған ғой, боқтап ше. Ойбай. Бля, сен мені боқтадың, анау, мынау, короче деп. Бір рет, короче, ескерту беремін. Маған ұрыспа өйтіп деді да, бастыққа звондады, бля, не қылмашы, анау, мынау, айқайламашы деді, короче. Шешеден кеткенін қате ғой енді. Сөйтеді да, короче, қысындырып отырайын. Сөйтеді да, короче. Дұрыс емес қой. Сосын Сөйтеді да, короче, екінші күні тағы, короче. 4-ке шығып кеткен кезде орыс келіп қалады ғой, ана қыз ше, 4-ке шығып кеткен кезде. Мен айтамын, сен кеткен кезде бірдеңе жазып кетші деймін. Короче, жазып кетеді. Айран 100 теңге. Донер 400 деп жазып кетеді, короче. 100 деген қаншаға біліп тұрсың ғой, жоқ? Примерно 1000. И приятный аппетит, еще раз приходите деген сөзді жазып береді ана клиенттер келген кезде орыстарға.
сөйтеді да соны сен оқып айтасың ба? иә оқып айтамын мына жақтан клиент келеді бүйтіп қараймын да здравствуйте деймін короче и короче айран почем дейді час деймін да 100 теңге деймін короче и сөйтіп ана қағазға қарап отырамын бәле бір күні тағы да екінші күні қағаз бәрі дайын мына бәріне қағаз жазып қойған ана қызбен күшті болып жүрмін короче сөйтеді да бір күні тағы боқта жіберемін шешеден емес бірақ әкеден ба? боқта жіберемін істемеймін мен сенімен дебил анау мынау не дейді дебил сөйтеді да короче ше бастыққа звондады да короче мен кетіп баратырмын істемеймін деді да короче болды мен мынаумен бірге жұмыс істей алмаймын деді да трубканы басты да қиналып өлді қағаздарын бәрін жұлып алып кетіп қалады короче сол моментте бір орыс келіп донер почем дейді қағаз жоқ тым тырыс тұрамдаршы бля четверг дейді какой четверг на пятницу или вчера четверг донер почем дейді братан щитерица дегенді анау келмей жатыр ғой короче не дегенде? щитерица сөйтемін да короче братан мынандай нөлі бар деймін 400 дейді да иә сөйтіп оны бля сондай нелер болған Четверг дейсің ғой. әлі орысша білмеймін воскресенье асан да білмейді қатты Асан Алматының қазір местный тұрғыны білетін шығар. Асан бір-екі орысшаларды жіберші кәне. Ағылшыншадан жібермеймін. Бір историяңды орысша айтып берші бізге. Орысша айтпай ақ қояйын орысша. Авария боламын жерде. Мынау повармын деп айтып жатыр ғой. Қазір мен Алматы қаласында Алтын Орда базарында телефон жөндеймін. Бізде мынандай қызық болған жұмыста. Бір енді Қытайдан келген қандас бауырымыз ғой, енді қазақ бауырымыз жаңа. Сол бір клиентім постоянно келеді жаңа. Телефон жөндетеді. Бір күні соңғы бір-екі ремонт сәл дұрыс болмай қалған ба, білмеймін ғой енді. Сонда да келіп тұр енді ремонт жасағанға. Келіп тұр. Бейдейді. Жаңа жасап бердім енді. Экран салу керек болды. Экран салып, бәрін клейт етіп, бәрін күшті қылып жіберсем. Ашуланып келіпті бір сағаттан кейін. WhatsApp-ымды алып қапсың ғой дейді. Шошып кеттім. WhatsApp деген ол анбайтын зат ғой енді. Скачать ететін зат ғой. WhatsApp болған үшін демейін дейді. Бақтыр сияқты біреу келіп тұрған үшін иә. WhatsApp болған, WhatsApp-ымды алып қапсың дейді ғой. WhatsApp алынбайды ол деген ішінде болмаған значит. Болған мен білемін ғой ұстап жүрген. WhatsApp-ымды кіп бер дейді ғой. WhatsApp-ымды қайтып орнына қойып қой дейді ғой. WhatsApp-пен қалай қойылады ғой, орнына қойылмайды ғой деп. Жоқ, WhatsApp-ымды қойып бер орнына дейінші. Бір кезде қырғиға бап қалған сәл болмады қытайша кетіп қалайын тұр анаумен ше. Қойсам әрім құтылып айтсам. Бірақ бір кезде соңында пухкива трика бер дейді ғой. Қанша теңге? 100 теңге сен 70 теңгеге бер дейді ғой. Ой, алла. Лучше WhatsApp-ыңды істеп бере салайыншы деді ғой. Тегін ақ біреуге жібереді. мектеп кезде бөлінеді ғой мысалы район мысалы. Сен қай райондықсың? Мен өзі ешқандай райондық емес, бірақ каждый мәселе түзеу болдым енді. Өз алдыма жүрдім мысалға. Сонан бір күні жалмыз жойып деймін мектепте оқимын. Бір күні құлағымда наушник кетіп бара жатқан ғой. Сөйтсем мынандай жиналыста жасап отыр екен ғой. Солардың ортасынан өтіп бара жатыр. Жоқ. Наушник құлақта. Құлақта наушник. Шарапта. Сонан мынадай біреу келіп артынан келіп тұрды да ана. Қақа баратсың деді. Қайтып барады не келді мен ба? Мына жақта братандар шақырып жатыр. Кім братан деп па? Ойда ештеңе жоқ шеше. Қасына барып, ассалаумағалейкум бәріңе. Уағалейкум ассалам. Сонымен сол жерде теманы сөйледі ғой. Сен қай районда жүресің деді. Қай жақтан жүресің деді. Мен постоянно қайда жүрген өзіңнің не ғой, жері ғой. Иә. Прымппен деді. Прымппен жүрем деді. Сен прямой түсініп тұрсың ғой үшін. Иә, мен прямой түсініп тұрмын. Сосын істейсің деді. Прямда жүрем де, ноғайдан сәл өткеннен кейін Николаев деген көше бар, былай артқа түсем де, үйіме барам деді.
сөйтсем жаңа жерде бір адамдар айтады не прикол ұстап отырсың ба деді билетіп қойғаным есімде мен билеті амал жоқ не істейсің мен өзіме Джонның әңгімесі қызық болып тұр. Орысша грамотно сөйлейді, ағылшынша грамотно сөйлейді. Сосын тағы ана бір дорама бұл айтпақша. жоқ негізі мына Японша сөйлейді. айтып жіберейінші бағана маған звондадым ғой Джон алып кел деп Иә. звондасам подкаст түсіреміз деген ғой короче қақта дейді гаражда десем болды онда гаражға баратындай киініп алайын деп киініп келіп тұрған ғой Әдемі. камераға айтып қойып жатқан ма Таза гараждың образы, сәл болса да енді сәл болса да грамотно киініп келген сыйқымыз ғой енді жоқ, короче, бір қызға ертең ғашық болып қаламын ғой. Соны бір танысып, бір сөйлескенде соны японша қалай айтамын мен. Короче, танысып қояйық, мен сені жақсы көремін дегенде. Алдымен қояқ болар әдеміше амандасады. Иә, сол қалай айтады енді японша. Біліп тұрып қойын әдеміше амандасады. Енді сөздері былай коничева дейді. Охайо не десіз ка? Ватачи ба? Ватачи майо ба дейді. Ане көрді ғой? Сенің есім көрдің ба дейді. Ватачи майо ба? Менің есім Елама. Ватачи майо ба Елама. Ватачи майо ба. Дастан. Ватачи майо ба? Асан. Ватачи майо ба? Өсіп кете береді. Сен әне бір нені айта алмай жүрсің. Дебил дейсің ба? Қалай? Айттың. Дебил. Нижний правил точно ұру демедің. Ауылдағы бір жігіттердің басынан өткен оқиға дейді енді. Нақты білмеймін кім екен, бірақ бір-екі жігіттердің атын тұспалдап айтады, осы жігіттердің басынан өткен деп. Енді біз соған сол шығар деп ойладық, егер сол жігіттер көріп отқан болса, ренжімеңдер, енді оларды жасықпен істеп қойған шығар. Алматыда дейді, автобус туралы кетіп жатыр ғой әңгіме. Бірінші курста сол мен Алматыға барған ғой, енді батыр сияқты, жалғыз батыр емес, енді мен де жаңағы біраз кездестік. Мен де Алматыда оқыған адаммын. Короче, баяғыда мен арасын өзімдікіндей тығып жіберейін. Бірінші курсқа барып, сонымен бақон бар, бір квартира жататын болып, келесі бір квартира, ана квартирадан шығыңдар, басқа квартираға барыңдар деді енді. Сонымен такси ұстап кел деді да маған. Такси ұстап мен көшенің бойында тұрмын ғой. Тоқтатам бүйтіп. Клин орыстар еще пападай деді ғой. Орыстар тоқтап жатса бүйтесің ғой. Кете бер. Не дейсің еді айту білмейсің. Сонымен жаңағы братанның әңгімесіне келейін. Автобуста тұр дейді ана братан. Тұрған ғой енді бүйтіп. Нені ұстап. Бір орыс апай келгенде енді қанша адамның көзінше анаған қолда сағат тұр дейді да енді. Сонымен сағат неше болды деп сұраған ғой орысшалап. Енді анау айтайын сен жан-жағына қарап айта алмайды енді. Қаққаны кемпір қоймаған ғой. Сағат қанша болды деп орысшалап сөйтсе қолына қарап тұрып. Это не моя рука деп айтады. Өтемұрап, аштан өлген екенсің ел. Донер жедің, чекен жедің. Аняқа дауысы естіліп андай болады. Камерамыз түсіп жатыр ма әйтеуір? Тұра тұршы жемей, аппетитімізді ашып жатсың біздің. Күліп отырыңдар я, хотя бы сендерде. Бір уәәәә деп отырсаңдаршы. Естілмей ма? Анаған, Мәулен, анаған бере берме, анау семіріп, быттайып, шошқа болып баратыр. Өтемұратты да шақырып бір история айтқызамыз, дайындалып отыр. Болған оқиға болды. Алматыда неде? Мешітке қарама-қарсы бір точкада істеп жатырмын. Білесіңдер ғой, баяғы киіп жүретін. Иә. Зеленый базар жақта ғой. Зеленый базар. Ана жер енді Не істеп жатсың ол жерде, соны айтса енді. мен ол жерде донер істеп жатырмын. И жаңа тамаққа үйреніп жүрмін да, короче. Тамақ істеуге. Сонымен Қытайдан келгенде негізі үйрете бермейді көбінесе ше. Ұрлап аласыңдар, біз тамаққа тип андай боласыңдар, қабаттасасыңдар деген сияқты ма. Лагманның корольдері олар. Лагман корольдері солар сол кісілер әкелген не алған.
жаңағы тесталарын тартып жатады, ананы істеп жатады, мынаны істеп жатады, сыртынан бүйтіп қарап жүресің да, қызығып істегің келеді. Бір күн бір официантпен қырылып қалды, жаңағы ортасына түсіп, содан кейін, короче, мені жақсы көріп қалды анау ше. Ананың сөзін сөйлеп, ешкімге сөйлетпей, қазақ балдар ғой, бірақ телефонмен қытайша сөйлеседі, бірақ қазақша сөйлейді, удостоверениесін алған андай не қылып жүрген. қалай ерегісіп қалды соны айтып берсең детально. Бір заказ ғой, бір заказ кеш келген, неге мен заказын бермейсің, Қытай бірдеңе деген. Сол мен айтқам ғой, Қытай деп айтпаса, қазақ болып, удостоверениесі бар ғой деп ортасына түскем, сонымен ажиотаж болып, қырғын болып, содан кейін ана кісі маған кішкене бауыры басып қалды. Сен поддержка бердің ғой. Мен поддержка бердім. Анау ұнап қалдым. ұнап қалды да, сосын маған айтты. 2012-де айтты. Алдағы уақытта 2015, 2016, 2017 хит болады лагман. Сен донермен жүре бермей, үйреніп ал деді маған. Сен алдағы болашақта жейтін наныңды, Аллаға шүкір, жер-жердің бәрінде біздің салада істейтін югурский кухня, китайский кухняның сұранысы көп та енді. Сол кісі әйтеуір үйретті, не қылды. Мен ананы уже ұстаз қылып алдым. Мен ұстазым әлі күнге дейін үйреткен. Енді қазір донершіктің бағасын сұрасаң 15 мың теңге, қазір лагманшықтың бағасын сұрасаң күніге 30-25-40-қа дейін алады бір күнде ше. Сыртта болсын, қақта болсын. Қазір қанша алып жатсың жақтан? Bu yoqda процент. Сөйтемін да Кетесің ғой. 30 мыңдай бар ма 20 шамамен? 20 мен 30-ың арасы? одан көп. Сөйтеді да, короче. Бай екен ғой. Сөйтеді да, короче, андай қылады ғой. Үйретеді, үйреніп алам. Сонымен екеуміз уже біраз нәрсені білемін, короче. Сөйтіп өтіп барады, бір үстіне бір жаман киім киіп алған, бомж бір кісі кетіп барады. Терезеден қарап, алдынан жүгіріп шықты. Сөйтіп қарап тұрмын, амандасып, мыяққа келіп, маған менді алып беріп жіберші, темекімді алып беріп жіберші деп, ана кісіге ақша беріп, короче, темекісін беріп, 5000 теңге ақша, көп ақша. Ұстазым беріп жатыр ғой. Сөйтіп анаған беріп жатыр, қасында отыр. Мен ұстазым жаңағы не отыр. Сөйтіп келіп не істесем, не ол, не кісі анау десем, Қытайда поварларға сабақ берген, өсияққа келіп, Баракук жақта болсын, кафе ашқан, дүркіреткен, бір келіншекке үйленіп өсияқтың. Сөйтіп көруші, ана кісі ажырасып кеткенде өз-өзін тастай жүрген бомж, бірақ мықты повар анау ше. Бомж болып кеткен ғой. Бомж болып кеткен, бірақ действительно андай мықты повар. Сөйтеді да бір күні жаңа өзім поварым, қасында үйретіп жүрген поварым, баласы босанатын болды, келіншегін роддомнан алатын болды да, маған Батыр, сен почти білесің ғой дейді. Мен бірақ 50% білемін, 50% білмеймін. Батыр, өтініш, короче, маған көмектесші. Ол кезде адам табуға оп-оңай ғой, WhatsApp-қа жазасың, шақырасың, келе салады. Ол кезде қиын повар табу. Сөйтіп бастыққа түсіндіріп, Батыр істей алады бәрін. Бұл кеше ғана донер істеп жүрген бала, қалай лагман істейді деп жатыр ғой. Ой, істейді, үйреттім дейді ғой. Сен тапсырып кетіп жатыр ғой. Сен тапсырып бір күнге дейді ғой, өтініш дейді. Жарайды. 3-4 заказ шықса қалпалақтап қаласың ғой. Қазір енді 20 заказ шықса да спокойно істеп жүре бересің ғой. 3-4 заказ қатарынан шығып жатыр, бір дірілдеп алатын, істей алмайтын. Бір кезде анау неден қашсаң соған жолығасың дейді ғой сондай. Сөйтіп қалпалақтап тұрып, официанттар қайта-қайта тамақтарын сұрап жатыр, нерві шығып жатыр, айқайлай жіберіп жатыр бәріне. Уже біледі мен мінезімді, бәрі оқтай жіберемін жаңағы. Итсің. Қарамағыш бұл жерге, заказың шыққасын аласың деп айқайлап жатырмын ғой. Бір кезде қапталыма қарап қалсам, інім Дәулет бар ма деп жаңағы бомж кісі келіп тұр ғой, короче. И сол моментте мынаяқтан андай қазір аппаратпен шығады ғой заказ. 9 гюру лагман деп тастап кетеді ғой. Ананы көремін де уже мен оған дайын емеспін, 9 гюруді шығару позициясы көп қой. Сөйтеді ана бомж кісінің повар екенін уже миымнан сақтап алғанмын ғой. Аға, короче, қолыңа 2000 теңгені берейін, бір паш темекіні берейін. Бір толды, бір қазан гюру, бір қазан сүйру болып бір заттар дайын тұр. Анау мынау деймін. Мен маспын ғой, кухняға кіргістен бастығым ұрыспаймын, жоқ ұрыспайды. Сөйтеді да бір кезде ана жаққа администратор бар. Мен жаққа ешкімді кіргізбеңдер, мен заказым көбейіп кетті деп айқайладым да, есіктен бәрін жауып алдым да, ана кісінің халаттағанды кіргізіп жіберемін ғой кухняға ше. Қолын жуды ғой. Қолын кәдімгі ас болса да, не болса да, повар ғой, кәдімгі несі бар, қолын жуып, әдемі болып газды қосады. Күнделікті ана кісінің, ұстазымның қосып жүрген газы примерно бір 40% жанатын болса, анау 100%-ға көтерді ғой, короче. Лапылдады, тамақтарды салып, тез істеп жатыр ғой. Тұрдым да, анадан кейін ананы қосатын еді ғой десем, шөмішпей жырқ еткізеді мына жеріне ше. Бұрғады да, сен маған өтініш қылып тұрсың ба, мен істеп беремін, болды. Істеймін де кетемін дейді да, короче. Істеп тұр ғой. Істеп тұр.
тез естеді да, мен айтамын неге тез дайын болады деп қасына жаға басып жатырмын ғой. Сөйтсем ұзақ тұрған тамақ дәмді емес дейді да, тез дайын болған тамақ дәмді деп түсіндіріп тұрды ғой маған. Сөйтті түсінді, істеп берді, короче. Сөйтті де бір қазан толтырды, екінші қазан толтырды да кетті. Бір 6 минутта ма қуырып кетті. Ал ана Дәулет болса 12 минут, 14 минут қуырады. Мен сендер кухняда болғанмен түсінбейтін шығарсың, андай қылып түсіндіріп жатырмын ғой кухняның тілімен. Сөйтеді да ол 6 минут, короче, ұтып тұр ғой оршын. Анау мен дәлелдеп жүрген мықты повар екен дегеннен 6 минут ұтып кетіп, тез дайындап берді да кетті, короче, сөйтті да. Інім тағы 5 тиын қоспайсың ба дейді. Болды, братан, беремін, рахмет, братан дедім, кеттім. И мен біраз беріп атын, ана кісінің тамақтарын беріп атын. Бір кезде деген зал шулап жатыр ғой, короче. Администратор бастық жүгіріп кетті. Батыр, сен тамақтарды шынды мақтап жатыр. Жұмыс істеп жатсың, сен Дәулетті ертең шақырмай қой, өзі бұра бер. Мен айтамайын да, бір алғашта істетіп алдым деп ше. Сөйтем да, тұрдым да, бір кезде клиенттерге, бауырым, сен ба лагман істеп жатқан? Я десем, келіншегім екіқабат еді, Алла разы болсын, жынды болыпты дейді. Мен істеген жоқпын бірақ. Бір кезде шығып қарап нан батырып жеп көрсем, ана дәм әлі күнге дейін қанша поварды көріп жүрмін ғой, ана кісінің кімде жоқ вообще. Бөлек па? Бөлек дәмі. И тұрып қаласың ғой ана жерде, секундше нан батырып тағы нан іздеп кетесің ғой, жаңағы дегенше дәмді действительно. Қараймын, тәрелкелердің бәрі, короче, бос келіп жатыр ғой. Оның алдында менің істеген тамақтарыма қарасам, жемей кеткен, аузын тастап кеткен ана ше, нан батырғанына дейін көріп қалған соң ана ше. Действительно мықты повармен мойындап тастадым ол кісіні. Бірақ компьютер клубтарда қонып жүреді жаңағыдай ше, өзі ше. Мен қасына барам күніге. Андай мен аналардан жаңағы қимылдарын үйресем, анадан маған мықты қылып ұстаздық етіп ше. Қасында отырам, төлеп берем, ночқа төлеп берем, қасында отырам, аға, нандай бәрін түсіндірем. Айтады, сен до конца болсын, қуатын болсаң дейді да, осы кухняның ізіне жүретін болсаң, осындай көп нәрселерді түсіндіріп, сондай болған. Дәулет не болсын, жұмыстан шығардың ба? Шынайы оқиға ғой, иә, шынайы оқиға. Ана Дәулет деген кісі ертеңіне келді, не қылды, короче, жұмысқа кірді, бастықтар ала көзімен қарап жүр, мен істеткісі келіп жүр ғой. Мен ана кісіге айттым. Ананы отчего дей алмай жүр ма? Иә, мен айттым, бірақ біреудің нанын жемеймін дедім да. Жаңағыдай біреудің үстіне бүйтіп қалып кеткім келмейді да, жаңағы мені аманат қылып тастап кетіп жатқаннан кейін, бір жағынан өзім істемегеннен кейін сөйттім да айттым, мен оларға, бірақ ол сол жерде қалды ашылмай ше, олар бірақ мені мықты істейді екен деп Ойлап қалды ғой соларға. Ойлап қалды солай. Сол кейін келіп ана кісіге айтамын ғой Дәулетке, кеше сен ұстазың келіп кетті, сабақ берген братан десе, шығыртылып күледі ғой. Ол кісі мықты, мықты мойындадым. Мағым қайтыс болыпты, естідім андай. Көп жерлерге барамын, Астанаға, неге барған кезде, сол кезде ұстазың кім дегенде соны айтқан кезде, ана кісі ма деп бәрі андай болады ғой. Кәдімгі легенда дейсің ғой үшін бәрі. Поварлар әдейік пе Қазақстан. Айтпақшында кім біздің Айдосса аксессуар ашты ғой. Иә, ашты. Отыр ғой не? Айдос. Сол Асан келді ғой Алматыдан, сотка ремонттауға көмектесуге. Айдос Асанды компьютерный клубқа апарып жүр қазір. Айдос, сен де бабжабай дейді кеткенсің ба әйтеуір? Жоқ, бәрі нормально әйтеуір, отбасың бәрі әйтеуір, Нұрсәуле, келін бәрі жақсы ғой? Бәрі әдемі. Жаңағы компьютерный клуб дегеннен есіме түсіп кетіп жатыр да. Ол менің нем ғой енді екінші. Өзім ана демалатын местам ғой өзі. Кайфовый дейді. Тастаған хабарласқанда осындай жердемін деп соны аяқ Асанда келіп қалып түсір жіберейік деп жатыр ғой. Іші жақсы екен, көріп отырмын өзім, кәдімгі керемет. Келуге кеңес беремін. Жалпы. Не істейтін келгенде бұл жаққа? Май ауыстырады. Сосын? Тағы да көп нәрселер бар ғой. Не бар? Не бар? Разгон бар ана жақта. Разгон бар. Сондайларды айтып қойсам, мен өзім. Разгон бар. Қазайындардың 100 жыл екен. Развал деген не екенін білесің ба? Білем, бүйтіп көтереді ғой. Көтереді? Не істейді сосын көтеріп? Ең бастысы қазайындардың 100 жыл екен. Көтеріп не істейді? Көтеріп жаңағыдай регулировка істейді ғой, общем, несін анау-мынаулар. Сосын тағы не бар дейсің ба? Мопед бар міне. Мопед бар. Ойнатасыңдар. Жоқ, давай, рекламаңды осы жерде әдемі. Ал неге осындай жерге осындай қазалыда жүр. Киви деген жердің қасында кішігірім май ауыстыратын орын ашылды. Құтты болсын, ойлым бауырым. Ішінде не бар оның, майдан бөлек?
машина жөндеу бар, машинаның майын ауыстыру бар. сосын ана жақта не бар? Қай жағында? Жаңа мен айтқан не бар ана жақта? Развал. Развал бар. Одан қалдан мынадай ласточка дейді, красавчик. Жігітті ойнатып жатырық. Егер де келіп отамын десеңіздер, келіңіздер. Май ауыстырып алу керек, иә? Май обязательно ауыстыру керек. Сосын асхана бар ар жағында мәуленде. Оның ішінде не бар екен білесің ба? Өкінішке орай ол жағын көрген жоқпын, бірақ Бас бар, алдағы бас. уақытта Қойдың басы бар екен. Қойдың басын жеп көрдің ба? өкінішке орай жеп көрмедім, бірақ енді алдағы уақытта жейміз деген ой бар, Құдай қаласа. Тілің сайрап тұрсын деп тіл жегіземін ертең саған. Басқа нәрсе. Басқа нәрсеге пайдаланып кеттік. төбелес көп болып жүрген кезде бір ауылда болған, короче. Төбелестен қашып кеткен ғой бір жігіт. Сөйтіп қашып кетсе, екі мені қуып жатыр десіне. Қап-қараң бір жерге барғанда отырып алған ғой. Сөйткенде бетіне пана жап менттер келіп қалғанда, не істеп отырсыңдар деген ғой. Братан тышып отырмын деген ғой. Сен деп пана жағып қарағанда, сен иттің болғанын шығып отырсың ғой деген ғой. Сөйтсе ана біраз сендер адам сияқты шықсасыңдар ма? Дұрысты қалдың ба? Тұра берейін бе енді аны? Салай берейін ба? Қимаймын ғой, иә? Білмеймін, дұрыстықтың ба? Дұрыстықтың ба дейді. Бол, досам бүйтіп отыр. Комментарий жазыңдар, бір бастарынан өткен бір қызықты историяны жазыңдар. Ең күшті кімнің басынан өткен оқиғасы күшті болды. Соған біздің Мәуленнің атынан, осы гараждың атынан 10 000 теңге ақшалай сыйақымыз бар. Қазалда әңгімені ең қатты айтатын братандар, друкбалдар, араласатын жігіттер болса, астына жазып кетіңдер. Келесі шығарылымға кімді шақырайық, ұнап жатса оны айтыңдар, ұнамай жатса оны айтыңдар. Ойшым, келесі екінші шығарылымның болу-болмауы сендердің қолдарыңда. Мәуленнің гаражы, жігіттер ше. Енді андай ғой, жаңа болған оқиғалар енді ауылдың арасында айтылып жатады. Жаңағыдай енді біреуден естисің, кім екен, оның авторы кім екен білмейсің, бірақ өзіңе ұнағаннан кейін жаңағыдай дұрыс әңгіме болғаннан кейін, өтетін болғаннан кейін айтқан дұрыс деп ойлаймын өзімше. Гараждағы әңгіме, еркекше әңгіме. Сау, Сәлеметті. Болыңыздар. Мопед тұтып аламыз. Мопед тұтып аламыз ең басты. Келіңіздер, көліктеріңіздің майын Кімнің ауыстырып. әңгімесі ұнады, оны жазып кет.